Біздің көңілді және тату сыныбымыз номинациясы бойынша өз таныстырылымымды ұсынамын. Мен Аманқосова Сандуғаш Есенбетқызы, Шетпе гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 8 сыныптың сынып жетекшісімін. Сыныпта 13 оқушы бар. 4 ұл, 9 қыз. Оқушылар қосымша біліммен 100% қамтылған. Сыныпта қиын оқушы жоқ. Сыныптың сапа көрсеткіші диаграммада көрсетілгендей, бірінші тоқсанда 69%, екінші тоқсанда 92%, үшінші тоқсанда 54%-ді көрсетті. Тәрбиенің бағыттары бойынша қысқаша жүргізген жұмыс түрлеріне тоқталсам. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие бағыты бойынша сыныбым ізденімпаз сынып. Мұражайға, кітапханаға саяхаттағанды жақсы көреміз. Тарих тереңіне үңіліп, жаңа қызықты кітаптарды сүйіп оқимыз. Рухани адамгершілік тәрбие бағыты бойынша сыныбым ұйымшыл сынып. Әр мерекені қызықты өткізіп, түрлі сайыстардың жеңімпазы болған сынып оқушысын бірлікпен қуана қарсы аламыз. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие бағыты бойынша еңбекқор сыныппыз. Мектебіміздің жылдағы дәстүрі бойынша көктем келісімен мектеп ауласына түрлі ағаштар мен гүлдер отырғызамыз. Отбасы тәрбиесі бағыты бойынша бауырмал сыныппыз. Шетпе педагогикалық психологиялық түзету кабинетінің оқушысы, сынып оқушыларының құрдасы Алиханмен танысып, туған күнінде мектепке қонаққа шақырдық. Дос таусылмас қазына атты кездесуіміз өте жақсы деңгейде өтті. Оқушылар Алиханды өздерінің шығарған өлеңдерімен, әндерімен туған күнімен құттықтап, өз қолымен жасаған сыйлықтарын ұсынды. Көп мәдениетті және көркем эстетикалық тәрбие бағыты бойынша шығармашыл сыныппыз. Әртүрлі мерекеге орай ұйымдастырылған мектепшілік, аудандық шараларға белсенді қатысамыз. Ұлттық тәрбие бағыты бойынша өнерлі сыныппыз. Сыныпта әнші де, күйші де, биші де бар. Сол оқушылардың өнерлерін тамашалаңыздар. Енді сынып ұжымымен офлайн және онлайн сынып сағаттарын ұсынамын. Бір ерекшелік, сынып сағаттарында өзім де оқушылармен бірге өнер көрсетіп, тапсырманы қосылып орындаймын.
Енді онлайн бағытында өткізілген сынып сағаттары. Жалпы елбасының не істеген өмірі жайлы, сол өмір баяны жайлы кино бар ғой. Соны көрдің бе Ахмет? Содан біраз мен көрдім, иә. Кішкентай кезімде көргем, есімде бірақ әлі. Не нәрселер есіңде? Атап өтші бір-екі оқиғаны. Балалық шағымда жаңа видеоның басында көрсетіп отырды ғой, папа сол құттай бала болып. Сол кезінен әжесінің ертегісін тыңдап сөйтіп жүреді. Өте жақсы. Оның, яғни қазақ газет туралы ашқанын, оған Әлихан Бөкейхан қосылып, екеуі бірге мақала жазғандар туралы айтылған. Өте жақсы. Артық білім кітапта деп Абай атамыз айтқандай, сыныптың дәстүрі бойынша оқушылар жаз бойы түрлі бағыттағы әдеби кітаптарды оқып, алғашқы сынып сағатында оқыған кітаптарымен бөліседі. Телефоннан көз алмайтын заманда оқушыларымның кітап оқу дәстүрі мені қуантады. Сіздерге сол сәттен бейнекөрініс ұсынамын. Содан Бердібек ағамыз қалағаны бір жерге оқуға кетеді. Сосын 1-2 жылдан кейін ауылына келсе, қарындасы өсіп, ер жетіп, тентектігін қойып, сабағын оқып, білімді тәрбиелі қыз болған. Кітапты оқыдым. Ол кітап негізінде салт дәстүрлер туралы айтылады. Ішінде Жебірейіл мен періште Алла тағала туралы айтылады. Жебірейіл деген періште адамдарға жақсылықты ғана ойлайды. Кезінде бір есіктің алдында үйі жоқ болып жүргенде, сосын оны бір адамдар асырап алады, үйінің малшысы болуға, сосын бір үлкен үйді. Мектеп психологы Еспергенова Жансай апайдың сынып оқушыларымен жүргізген арт-терапия жұмысынан бейнекөрініс ұсынамын. Психологияда арт-терапия деген үлкен әдіс сіздерге көмек береді. Арт-терапия сіздерді суретшіге немесе жаңағы суретшіге айналдыру емес, сіздерден суретші жасап сурет сұрамайды. Арт-терапия былай дейді: көңіл күйің түсіп тұр ма, сурет сал. Ашылысың ба, сурет сал. Бірдеңе көңілің толмай жүр ма, сурет сал. Немесе ойлардан шиеленісіп, ойларың мазалап жүр ма, сурет сал. Немесе армандарың көп, сол арманның өзі бір жүйеге тоғыса алмай жүр ма, сурет сал. Немесе тіпті қуанып жүрсің ба, сурет арқылы шығар. Яғни қай жері саған, қай жерде не болып жүр, сурет арқылы шығар. Былай істейміз, екінші қағазды алып қоя, екінші бетке енді саусақтарымызды қолданамыз. Яғни 5 саусақты қолдану арқылы бізде жақсы идеялар пайда болады. Мысалы, қызыл түсті пайдалану кезінде бір саусақ, сары түсті екінші саусақ, жасыл түсті міне. Өйстіп отырып сурет салсақ, өте керемет нәтиже шығады. Сондықтан да екінші бөлімінде бірінші мана суреттеріңізді жалғастырып салуға да болады. Немесе мүлдем мана суретке ұқсамайтын, мүлдем басқаша суреттер шығаруларыңызға болады. Бәрі жақсы деп айтам. Кішкене сәл несі отырса, оны да айтам. Ат жүзден жазса бөлі.
Сынып оқушылары түрлі бағытта аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық сайыстарға қатысып, жоғары дәрежелі орындар алып жүр. Кейбіреулеріне тоқталып өтсем, республикалық қадір оқулары байқауынан 2019 жылы Садақбаева Інжу бас жүлде алса, 2021 жылы Сатыбалды Ақнұр 3-ші орын иеленді. Халықаралық Қазақстан таланттары байқауынан әнші оқушыларым Садақбаева Інжу мен Сатыбалды Ақнұр бас жүлде алды. Дина Нұрпейсованың 160 жылдығына орай өткізілген сайыста 91-ұлы Әли домбыра номинациясы бойынша алғыс хат алса, республикалық таланттар әлемі байқауында хореография номинациясы бойынша Бейнеубай қызы Ақсымбат 2-ші орынды иеленді. Халықаралық әкелер күніне байланысты әке көрген оқ жонар облыстық байқауында Жаңбыршы Диас 2-ші орын алды. Күні кеше өткен Менің отаным Қазақстан байқауының облыстық кезеңінде Бард әндер номинациясы бойынша Садақбаева Інжу 1-ші орын алып, республикалық кезеңге жолдама алды. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп Мағжан ақын жырлағандай, сынып оқушыларының алар асуы, шығар биігі әлі алда. Мен көңілді және тату сыныбыммен мақтанамын. Назарларыңызға рахмет.